Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бенто торт жасаймыз. Оның құрамы негізі бисквиттен тұрады, сондықтан ең бірінші бисквит жасап аламыз. Ол үшін 4 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, 150 грамм қант саламыз да, ағарғанша, аппақ болғанша миксермен соғамыз массамызды. Достар, міне аппақ болып көтерілді біздің массамыз. Енді ұн, разрыхлитель және крахмал үшеуін араластырып, массамызға силикон таяқшасы арқылы араластыру арқылы саламыз. Ал енді 40 мг сұйық майымызды өлшеп құямыз. Достар, міндетті түрде силикон таяқшасы арқылы араластырамыз, және де соғылған жұмыртқалар бөлме температурасында болу керек. Ал енді қайнаған ыстық суымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Біздің бисквитный массамыз дайын. Ал енді протеинге пергамент қағазын төсейміз де, оған массамызды құямыз. Пергамент қағазы качественный болу қажет. Егер де некачественный болса, міндетті түрде сұйық май жағып жіберіңіз. Сұйық май жағу себебіміз біздің бисквитіміз жабысып қалмау керек қағазға. Бисквит пісіп жатырған кезде біздер алдын ала кремін дайындап қояйық. Ол үшін 200 грамм творожный сырға 120 грамм қант ұнтағын қосамыз. Ал енді 33% сливки, және де ол міндетті түрде салқын болу керек. Осы үшеуін жақсылап миксерлейміз. Достар, біздің екінші торт ол обтяжка. Обтяжка ол бенто торттың сыртын қатты қылып ұстап тұратын крем. Ол үшін сары май, қант және де творожный сырды араластырып аламыз. Достар, мен бисквитім пісті, және де суды. Енді бұларды сондай кішкентай домалақ формаларға қиып аламыз. Достар, енді кремін жағып шығамыз. Ең бірінші негізгі кремін жағамыз. Ал енді екінші крем, ол май қосылған торттың сыртын тегістейтін крем. Обтяжка яғни. Достар, біздер міне тортымызды тегістеп болдық. Енді осындай красителдер арқылы сол жаңағы кремге біздер 3 түрлі түске бояп, яғни тортымызды сыртын бояймыз осылай.
Достар, қалған торттарды да, яғни пирожныйларды осындай әртүрлі цветтерге бояп, қалағанынша жазу жазып немесе сурет саламыз. Өкінішке орай сурет салған процесім видеоға түспей қалған, бірақ ол ойлаймын әр адам өзі фантазиясына байланысты жасайды деп. Егер рецепт ұнаса, маған міндетті түрде лайк басып кетіңіздер достар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.